Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Мерейгүл. Бүгін сіздерге мясо по-французскийдің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен формамызға сұйық майды жақсылап жағып шығамыз, жабысып қалмас үшін. Содан соң картопты ұсақтап, жіңішке қылып турап, астына бір қабат етіп салып шығамыз. Тек бір қабат қылып саламыз. Енді бізге фарш керек, тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Және мен бірден туралған пияз қостым. Енді көз мөлшерімен аздап тұз саламыз. Фаршты картоптың үстіне салып шығамыз. Сосын фарштан кейін майонез жағып шығамыз. Келесі бізде сәбіз. Сәбізді қоспасаңыздар да болады. Көз мөлшерімен аздап тұз саламыз. Үстіне қайтадан жіңішке етіп туралған картоптарымызды қойып шығамыз. Аздап тұз себеміз. Енді үстіне жіңішке қылып туралған помидорды саламыз. Майонезбен жағып шығамыз. Қызып тұрған пешке 40-45 минут пісіреміз. Міне пісті. Енді үстіне теркадан өткізілген сыр саламыз. Үстіне укропты саламыз. Қайтадан пешімізге 5 минут сыр ерігенше салып аламыз. Міне біздің мясо по-французски тамағымыз дайын болды. Сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін, өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңызға дайындап беріңіздер. Сіздермен болған Мерейгүл. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, лайк қойып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Барлығыңызға сәттілік.